Тас болса лақтырып жіберген. Хорошо, что пайымда жоқ қазір. Ренжімеңіздер ағайын. Ты кто такой? Давай, до свидания. Ешь, братан. Вот, анаксыны шаржыңызды қаласың. Маған керек жоқ. Рахмет, жүгіре, аман болыңыз. Сағыңыздардың денсаулығы мықты болсын, қалғаныңыздың насыбай таусылмасын. Жүрген жеріңізде дос жарандарыңыз аман болсын. Сіз мына концертті позор қылып жатқан сіз ғой конкретно айтқанда. В твою сторону просто. Приготовься ответить. Заряжай свое ружье. Готово? 3, 2, 1, поехали! Сейчас вы вдвоем. До Талова. Кто сдается, тот проиграл. До Талова. 3, 2, 1, поехали!
нашего диджея просто 50 тысяч тенге, ребят. Готовимся, девчонки, делаем выстрел. 3, 2, 1, поехали. Всем привет! Сегодня был суд, и Айжан арестовали на 3 суток в связи с последними событиями за то, что 2 девушки разделись у нас в баре за 50 тысяч тенге. Я думаю, это неправильно, потому что максимум, что она допустила, это нецензурную брань. Но за это можно было понести административный штраф. Но судья не так решил и решил ее закрыть на 3 суток. Я думаю, это неправильно, потому что она никого не заставляла насильно раздеваться. Поэтому, пожалуйста, давайте ее поддержим. Поддержим Айжану. Ассалаумағалейкум. Елімізді ақтаған, халқын қамын ойлаған қазақтың нарқасқа азаматтар мен азаматшалар. Біз жалпы қазақ елі ұлдарымызды ұлықты, қыздарымызды қылықты қылып тәрбиелейміз. Қазақ қызды 40 үйден тегін. Кеше ғана болған жайт, масқара, Закова болған клубында біздің қаракөз қарындастарымыз ақшаға шешініп жатыр, тыр жалаңаш 5000 теңгеге шешініп жатыр. Өзіміздің ұлттық киіміміз сәукелемен киіп алып стриптиз билеп жатыр. Бұл не масқара, бұл не сұмдық? Мынау жалпы қазақ елі, алаш елі, жүрегінде намысы бар жігіттерге біз видео жолдаймыз. Мынау дін жолында жүрген, өнер саласында жүрген, спорт саласында жүрген бір топ азаматтар мен азаматшалар бізді қолдауларыңызды сұраймыз. Себебі келесі жайт болмауына кім кепіл? Ояныңдар, қазақтың намысшыл жігіттері. Ваш голос услышать и вместе с вами на прямой эфир выйти мне очень, как сказать, восхитительно. Чай пьете тоже? Молодцы, да? Кайрат, ты не понял? Вы чай пьете? Мен негізі вообще не понял. Вы чай пьете? Да, почти чай. Давай, брат, за нас. Да. Брату, Кайрат, это... Кайратжан, Нұрхан это? ой, ассалаумалейкум, жаным, қалайсың? Уалейкум, жақсы, брат. Шүкір. Бізде? Кайрат, Ау. мынау, сен бағана 3,5 мың адаммен отырғансың. Иә. Мынау 6 мыңнан асып кетті, жартысы менікі. Все, брат, конечно. Үйге қайтыңдар десең. Аққанат, аққайрош қосылып. Очень движение. Өткенде концерт қалай? Күшті болды ма кеше, ана? Күшті болды. Сен жардың, брат. Негізі әйелімді алып шығуым керек еді сахнаға. Сөйтуім керек еді, брат. Сол жерде вообще жыртылатын. Бірдеңке айтайық, бірдеңке. Орысша сөйлесеміз бе, Канам? Давай по-русскому языку. Я почти казахский вообще не знаю. Почти казахский, знаете, да? Кайрат, это сигарет не субординация, да? А? Да. Сигарет не субординация, да? Не, субординация, можешь курить, конечно, а что там? Еще спичка. Саған бәрі жарасады ғой, брат, тебе можно курить. Я не курю. Как? Ой, чайщик. Уже 7500 человек нас смотрят, Кана. Ой, чай, все. Да. Кайрат, молодцы, я в шоке как-нибудь, потому что мен инстаграмда 7 Ну, это же хорошо, брат. Сейчас Давай осы адамдардың барлығын 8 мың болды. Алып кетіп қаламыз да, ол жағын болды. Еще 8 мың каждый секунд сайын ауысып жатыр ғой. Алло. Да. Да. Алло. Кана, у вас в Актюбе сегодня свадьба или что? Ақтөбе просто, Ақтөбеде банкет, новогодний корпоративка, өлместің қамы.
Да, спасибо. Красная рубашка, вот, Карат. Рубашку, да? Да, красная рубашка, вот это, как называется? Кызылординский пацан, типа. Джемпер. Джемпер. Свитер. Свитер, вот. Молодцы, свитер, да. Да. Қайра, сен Ақтөбе қашан келесің? Мен Ақтөбеге, Алла бұйыртса, брат, жаңа жылда Қызылордадамын, қанаттың жеріндемін, 30-31. Қар жауады деген хабар. Иә, 30-31. Қар жауады деген сонда. Ақтөбеге келші, біздің театрға қонақ болшы. Просто мен сен төрге отырып. Ау? Атырауға дейсіз ба? Ақтөбеге. Ақтөбе менің сүйікті қаламның бірі ғой. Это же... Белая рубашка, но это голубой. 9 да, 10 мыңға жеткізейік та, давай бәрін банкротқа жүрейік. Ұялып атқан түрің ғой. Ұялмасайшы, брат. Новый годта сен Қызылордада болады екенсің ғой, ә? Иә, 30-31 Қызылордада боламын. Да, 30-31 менде туысқандарым тойы жоқ, да? Туысқандарым тойы жоқ. Біз Алматыдамыз. Қызылордада кездесеміз. Тыңдадыңыз ба? Жоқ, мен неден рекламадан көрдім Инстаграмда. Бағдаршам? Иә. Бағдаршам емес па? Тема тыңдап көріңіздерші. Болды, құдай қаласа. Бәрі сізге күліп жатыр, Қалеке. Ой, мен деген, я күлдіргі? Я чего? Күлдіргі. Күлдіргі. Сені сразу байқап қойдым ғой, байқап көрдіңіз ба, неде? Да. Осылай отырайықшы бізде. Елкаға қалай? Елка артында. О, кеңес ақа. Біздің елка қайда екен? Где мой? О, елка келе жатыр маған, елка келе жатыр. Қара. Бірақ болма, елка. Бірақ цвет ұқсайды, цвет ұқсайды. Кіміңіз елкаға ұқсайды екен бұл? Қалеке, сіз менен интервью алсаңыз бола береді. Да. Қайрат, сен жалпы сізден бір сұрақ қойғым келіп тұр. Қызылорда 30-31 болам деп тұрсыз ғой, Иә. Сол кезде сізде Қызылордада қандай ресторандарға барып демалғанды жақсы көресіз? Мен енді Арай плазада болам, 30 күні. 31 күнде Арай плазада болам. Бір күні просто демалып жатам. Екісі күні Құдай қаласа Дубай қаласына ұшып кетеміз. Дубай? Дубай. 31 күні Қызылордада боласыз ба? 31 Қызылордада болам. 31 күні жаңа жылды бірге қарсы алып, салют атты қалай ойлайсыз? Иә, 31 күні сағат 11-де барлық қызылордалық халыққа өзінің жаңағы площадь алаңында Құдай қаласа әнді салып айтып беремін. Қайратжан. Сіз қайда боласыз? Қайратжан, біз сені Ақтөбеге күтеміз. Мен де Құдай қаласа барып қалармыз. Күтеміз, серьезно, шынымен. Осы кедергі жасайды. Это театр Тахауи Ақтанов атындағы драма театрының директоры қазір. Понятно. Мен мынандай адам бірінші көріп тұрмын, сіздің 9 мың адам бізді көріп отқанына. Секунд сайын. Я тоже в шоке. В шоке, да? Понятно. Давай. Айтпақшы, бір сұрақ. Қызылордада 26-сынан бастап қар жауады деген сенесіз ба, сенбейсіз ба? Естідім мен, сендім сол сіздікін көріп. Бүгін боссыз-ау деймін, Қанеке? Или корпоратив? Түсінбедім. Бүгін боссыз ба, или корпоратив ма сізде? Мен қазір қалай
мен кешіріңіз, мен қазір қалай үлгеретінімді білмей отырмын. Сағат негізі 7-де тұсау кесуім керек еді. Сағат 7:30 болды, кешіктік одан. Енді қазір 8-де басылады деп соны күтіп отырмыз. 9-да бір тойым бар, еще 9-да әмен әншіге шығуым керек. Сонымен 9:30-да тағы да бір тойға шығуым. Сонда мен қалай үлгеретінім, мен басым, миым жетпей, мына жерде отырмын. Не істесем болады екен Қанеке? Сізге менің ол үшін сізге сіз білмеймін, мен ондай жұмыс жоқ менде. Мен оған жауап бере қойын. Жоқ, қайрат, бізде 10 мыңға жеткізейікші, сол қайтайық. Қайтайық. Бізде Ақтөбеде қазір той бар, киім ана жерде ілініп тұр, мұрт алынбаған, сосын бізде былай болып тұр шаруа, қалай айтсам болады. Өздерің қалайсыңдар? Ау? Өздерің қалайсыңдар? 9539 болды. 10 мыңға жетсек қана. Болды, 10 мыңға жеткізейік та 10 мыңға қайтайық. жетсек, 10 мыңға жеткен кезде дұрыстап әдемілеп түсіріп кетсек қана. Мен жарқ етсем, инстаграмға жазып жібереміз. Ешкім болмаған нәрсе. Ағайындар, 10 мыңға жетсек, көтеріліңіздер. О, 9 мың алып жүріңіз. Әдемілеп тұрыңыз. Шай бар ма? О, 9700. 9721. Құрметті ханымдар мен мырзалар, достарымызға, бауырларымызға звондап 10 мың адам іздейік.